Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде «Человек с рентгеновскими глазами» атты америкалық ғылыми-фантастикалық қорқынышты фильмнің сюжетін айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын сіздерден өтініш, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер. Доктор Джеймс Ксавьер дәрігер және өршіл зерттеуші. Ол медицинада төңкеріс жасап, көптеген адамдардың өмірін құтқаратын жаңалық ашуды армандайды. Фильмнің басында ол досы, доктор Сэмнің клиникасында көзін тексертіп жатады. Бұл соңғы 3 айдағы екінші тексеріс. Бұл жағдай Сэмге күмәнді көрінеді. Джеймс оған жаңа экспериментті көз тамшысын өзіне қолданғалы жатқанын айтады. Сондықтан көру қабілетін жиі тексеріп тұруы керек. Сэм оған бұл идеяның қауіпті екенін ескертеді. Адамның көзі әлемде бар нәрсенің тек 10% ғана көре алады. Ал Джеймс адамдарға одан да көпті көруге мүмкіндік беретін көз тамшысын жасағысы келеді. Оның ойынша, бұл тамшы ультракүлгін және рентген сәулелерін көруге мүмкіндік береді. Бұл идея шындыққа жанаспайтындай көрінгенімен, Джеймс оны жүзеге асыруға бел буады. Кейін ол зертханасына барып, өзінің жақын досы әрі әріптесі доктор Дианамен кездеседі. Диана оған зертханаға қаржы бөлушілердің шыдамсыздана күтіп отырғанын айтады. Олар Джеймстің экспериментіне көп ақша құйған, енді нәтиже талап етуде. Бірақ Джеймс өз зерттеуі туралы Дианаға ештеңе айтпаған. Ол Диананы зертханаға апарып, ашқан жаңалығын көрсетеді. Джеймс көз тамшысын маймылға тамызады. Тәжірибе сәтті өткенін тексеру үшін маймылға түстерді ажырату тесті жасалады. Ол өзі көре алмайтын түсті қағаздарды дұрыс анықтайды. Бұл оның шынымен де түстердің артында не барын көре алатынын дәлелдейді. Бірақ бірнеше минуттан кейін маймыл жүрек талмасынан қайтыс болады. Бұл қайғылы жағдай, бірақ тамшы өзінің негізгі функциясын орындағанын көрсетеді. Джеймс бұл жаңалықты медициналық мақсатта қолданғысы келеді. Дәрігерлер пациенттің денесін рентгенсіз ақ көріп, нақты диагноз қоя алатын болады. Бірақ ол зерттеуді жалғастыру үшін инвесторлардың қаржысына мұқтаж. Диана бірнеше күннен кейін инвесторлармен кездесу ұйымдастырады. Джеймс өзінің жаңалығының жұмыс істейтінін дәлелдеу үшін оны өзіне қолдануға бел буды. Бұл туралы Сэмге айтады. Бірақ ол қатаң түрде қарсы болады. Ол бұл тәжірибе өмірге қауіп төндіретінін ескерді. Дегенмен Джеймс оны өзіне көмектесуге көндіреді. Келесі көріністе Сэм оның көзіне тамшы тамызады. Алғашында Джеймс ештеңе көрмейді. Тек тістер мен үлгілер байқалады. Ол мұны бұрын соңды болмаған жарықты көру сияқты сипаттайды. Бірнеше минуттан кейін ол үстел үстіндегі қағаздарды парақтамай-ақ оқи алатынын түсінеді. Қуанышы қойнына сыймай, ол көзіне тағы 2 тамшы тамызады. Бірақ бұл жолы ауырсыну қаттырақ болады. Келесі күні инвесторлармен кездесу өтеді. Бірақ Джеймс көзінің ауырғанына байланысты келе алмайды. Инвесторлар енді оған сенбей, қаржыландыруды тоқтатуға шешім қабылдайды. Бір аптадан кейін Джеймс ауруханаға қайта оралады. Оған стеноз диагнозы қойылған кішкентай қызды таныстырады. Бірақ Джеймс өзінің жаңа қабілетінің арқасында нақты диагнозды анықтап, қыздың жүрегінде ісік бар екенін байқайды. Алайда бас дәрігер оның сөзіне сенбейді. Кешке Диана оны кешкілік жиынға апарады. Джеймс мұндай басқосуларды ұнатпайды, бірақ бәрібір билеп адамдармен араласуға тырысады. Кенеттен оның көзі қышып, қайта ашқанда айналасындағы адамдардың киімсіз көре бастайды. Ол шошып кетеді, әсіресе Диананы жалаңаш күйінде көрген кезде. Мұны естіген Диана оны үйіне алып кетеді. Келесі күні қызға ота жасалуы керек болады. Джеймс бас дәрігерден диагнозды қайта қарауды өтінеді. Бірақ ол көнбеген соң, Джеймс шектен шығып, оның қолын кесіп жібереді. Нәтижесінде бас дәрігер отаны жасай алмайды. Ал Джеймс оның орнына операцияны өзі жүргізеді. Ол қыздың өмірін сақтап қалады. Бірақ бұл оның беделіне нұқсан келтіреді. Басқа дәрігерлер оны кәсіби этиканы бұзды деп айыптайды. Келесі күні Джеймс кезекті тексеріске барады. Сэм оның көздері қалыпты нәрселерді көруден қалғанын, тек сүйек, бұлшықет және нервтерді ғана ажырата алатынын анықтайды. Джеймс соңғы қолданғаннан бері тамшыны тоқтаусыз пайдаланып келеді екен. Сэм оны дереу тоқтатуға шақырады. Бірақ Джеймс өзінің ашқан жаңалығына тым беріліп кеткен. Ақыры ол адамзат тарихында ешкім көрмеген нәрселерді көре алатынын айтады. Сэм досының жағдайына алаңдап, оны күштеп тыныштандыруға тырысады. Бірақ жанжал кезінде Джеймс оны абайсызда терезеден итеріп жібереді. Сэм сол жерде қайтыс болады. Джеймс қатты өкінгенімен өткенді өзгерту мүмкін емес еді. Болған жайтты көрген Диана оның полицияға түспеуін қалайды. Сондықтан ол Джеймске қашуға көмектеседі. Келесі күні қалада қылмыскер дәрігер туралы жаңалық тарайды. Енді Джеймс өзінің бұрынғы бейнесінде өмір сүре алмайды. Сондай-ақ медицинамен айналысуға да құқығы жоқ. Ол есімін өзгертіп, басқа адам болып, цирктегі ғажайып адам рөлінде жұмыс істей бастайды. Ол көрермендердің қалтасындағы заттарды алдын ала біліп, ақша табады. Джеймс бұл жаңалық миллиондаған адамдардың өмірін құтқарады деп сенген еді. Бірақ оның жолы мүлде басқа бағытқа бұрылды. Бір күні олардың қасында
бір әйел жарақат алып қалады. Джеймс оны бірден тексеріп, аяғы сынғанын көреді. Ол алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жедел жәрдем келгенше әйелге көмектеседі. Оның кәсіби түрде әрекет еткенін көрген Крейн оның дәрігер екенін түсінеді. Ол Джеймске мол пайда әкелетін ұсыныс жасайды. Крейн адамдар дәрігерге бармас бұрын нақты қандай ауруы бар екенін білу үшін келетін диагностикалық клиника ашуды ұсынады. Бұл заңсыз әрі ақымақтық көрінгенімен, Джеймс идеяны қолдайды. Өйткені осылайша ол өз қабілетін игі мақсатта қолдана алады. Келесі күні олар бұрынғы қалаға қайта оралып, қарапайым пәтерге орналасады. Ұйықтар алдында Джеймс тағы да көз тамшысын тамызады. Бұл оның күнделікті әдетіне айналған еді. Тамшы әсерінен ол төбеден өтіп, жоғарыда не барын көре алады. Ол бірден қара көзілдірігін киіп алады, өйткені айналадағылар оның көзіндегі өзгерістерді байқап қалуы мүмкін. Сол сәтте Крейн олардың алғашқы клиентін әкеледі. Бұл денсаулығына алаңдап жүрген қарт бай әйел еді. Ол қатерлі ісікке шалдықтым ба деп қорқады. Бірақ Джеймс оған қарап оның жай ғана қартайғандықтан шаршағанын анықтайды. Ол әйелге бірнеше күн демалса, ауырсыну өздігінен басылатынын айтады. Кейінірек Джеймс жалғыз өзі бөлмесінде отырып, дәрінің әсері туралы есеп жазады. Бірақ Крейн кенеттен кіріп, оны сыртқа шақырады. Джеймс сыртқа шыққанда, өзіне қаралуға келген адамдардың үлкен тобын көреді. Кеше келген бай әйел өзінің ауқатты достарының арасында Джеймс туралы таратып жіберген еді. Джеймс науқастарды тексеріп, олардың мәселесін шешуге тырысады. Ал Крейн сол уақытта қомақты ақшаны қалтасына басып отырады. Клиника күннен күнге танымал бола бастайды. Бір күні доктор Диана бұл орын туралы естіп, жаңа ғажайып дәрігердің кім екенін бірден түсінеді. Ол клиникаға барып, Джеймстің алдына отырады. Бірақ Джеймс оны тани алмайды, өйткені ол тек бұлшық еттері мен сүйектерін ғана көреді. Диана сөйлегенде ғана, оның бұрынғы өмірінің барлық естеліктері санасында қайта жаңғырады. Диана оған бірнеше пациент өз диагнозын нақты біліп келгенін, содан кейін барлығын байланыстырып, Джеймстің қайтып оралғанын түсінгенін айтады. Осылайша, бірнеше айдан бері алғаш рет Джеймстің жан сырын бөлісетін адамы пайда болады. Ол Дианаға түнде ұйықтай алмайтынын, өйткені көзін жұмса да көретінін мойындайды. Көз тамшылары оның өмірін түбегейлі өзгерткен қарғысқа айналды. Бірақ енді ол оларды қолданбай тұра алмайды. Доктор Диана алаңдаулы еді. Джеймстің денсаулығы да, полицияның оны танымалдылығы арқылы тауып алуы да қорқынышты жағдайға айналды. Ол Джеймсті қауіпсіз жерге кетуге көндіруге тырысады. Бірақ Крейн бұған үзілді-кесілді қарсы шығады. Ол Джеймстің ерекше қабілетінен ақша табуға әбден үйреніп қалған, және бұл мүмкіндікті жібергісі келмейді. Диана мен Джеймс Крейнмен айқасып, қаладан қашып кетеді. Енді Джеймс өз көзін бақылауды үйренгісі келеді. Бірақ бұған қажет зерттеулерді жүргізу үшін ақша керек. Сондықтан олар Лас-Вегасқа барып, казиноға аттанады. Джеймстің қабілеті оған покер ойнауға керемет мүмкіндік береді. Түннің соңына қарай ол бір ай өмір сүруге жететіндей ақша ұтып алады. Алайда көп ұзамай казиноның басқарушысы мен полиция қызметкері оған жақындап, осыншама рет жеңіске жету мүмкін еместігін айтып, оны алдау жасады деп айыптайды. Джеймс өзін түсіндірмек болғанда, полиция қызметкері оның көзілдірігін жұлып алады. Сол сәтте Джеймстің көздерінің түсі өзгеріп кеткенін көреді. Бұл көрініс оны бір сәтке абдыратып тастайды. Бірақ ол бірден Джеймсті таниды. Бұл бір кездері досын өлтіріп, ізін суытқан жынды дәрігер еді. Полиция қолдау күштерін шақырып, оны ұстауға әрекет жасайды. Бірақ Джеймс көлікке мініп қашып кетеді. Полиция тікұшақпен оның соңынан қуады. Қашу барысында Джеймс көлікті басқара алмай, апатқа ұшырайды. Бақытына орай, ол аман қалады және көліктен жарақатсыз шығады. Бірнеше минут жүріп өткеннен кейін ол ашық есіктері бар шіркеуге тап болады. Іште адамдар діни әндер айтып жатқан еді. Осы кезде Джеймстің көздері толықтай қара түске айналған болатын. Діни қызметкер оған Құдайдың оны құтқаратынын айтады. Бірақ Джеймс үшін енді тым кеш екенін жақсы біледі. Ол көкке қарап, осы сәтте Құдайды көреді. Осы кезде екі полицей мен Диана да шіркеуге келеді. Бірақ олар Джеймсті қамауға алмайды. Айықпас өкінішке батқан ол өзінің көздерін ойып алады. Фильм оның бос көзбеларын камераға бұруымен аяқталады. Достар, бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамын. Сіздерден өтініш: каналға жазылып, лайк басып, қолдап жіберсеңдер. Жаңа видеолардан хабардар болу үшін қоңыраушаны басыңыз. Бізді көргеніңіз үшін рахмет.